Сәлем балақай. Бүгін біздер математика пәнінен 55-ші сабақ тізбектер деген тақырыпқа берілген есептерді бірге орындайтын боламыз. Бұл жерде бірінші тапсырмада жыл мезгілдері мен олардың белгілерін ата дейді. Суретте 4 жыл мезгілі бейнеленген. Алдымен бірінші тұрған бұл қыс мезгілі. Оның қыс екендігін біздер қардан білдік. Жердің әппақ болуынан және қардың жауып жатқанынан қыстың ерекшелігі осында. Келесі бұл жыл мезгілі көктем. Бұл жерде қар еріген, міне ағаштар гүлдеп жатыр, жер жасыл түске боялып жатыр. Келесі үшінші суреттегі бұл жаз мезгілі. Оның жаз екендігін біздер жемістердің піскендігінен, әдемі гүлдердің өсіп тұрғандығынан және даланың жап-жасылдығынан байқасақ болады. Төртінші суретте тұрған бұл күз мезгілі. Оның күз екендігін біздер жапырақтардың сарғаюынан және олардың жерге құлап күннің бұлтты болуынан байқасақ болады. Келесі тізбектің дұрыс ретін ата дейді. Бірінші суретте тұрған бұл кеш. Бірінші суретте тұрған бұл кешкі мезгіл. Күн қызарып батып келе жатыр. Одан кейінгі тұрған екінші суретте бұл күндізгі мезгіл. Үшінші тұрған бұл түн. Біздер оны жұлдыздан және айдан білсек болады. Және төртінші сурет бұл таңертеңгі уақыт. Келесі екінші тапсырма тізбекті жалғастыр, фигуралар, текшелер, санау таяқшалары мен тізбектер құрастыр дейді. Біздер алдымен бұл жердегі тізбектерді қарап алайық, қандай ереже заңдылық бойынша құрастырылған. Ең алдымен көк түс, қызыл түс, сары түс. Келесі көк түс, қызыл түс, сары түс. Келесі көк, қызыл, одан кейін болу керек бұл сары түс. Келесі астында көк, екі қызыл, көк және екі қызыл. Қайтадан көк, бір қызыл. Бұл жерде екінші қызыл фигура болуы қажет. Осы сияқты тізбектерді, заңдылықтарды сақтай отырып, өзің құрастырсаң болады. Келесі үшінші тапсырма фигуралардың қандай тізбекпен орналасқанын түсіндір. Соңғы шаршыны қалай бояу керек? Дәптеріне орында. Бұл жерде шыршаны бояу үшін қызыл, сарғыш, жасыл түс қолданылған. Кәне қызыл, жасыл, қызғыш. Келесі жасыл, қызғыш, қызыл, қызғыш, қызыл, жасыл, қызғыш, жасыл, қызыл. Енді біздерге бұл жердегі соңғы шыршаны бояу қажет. Ең алдымен бұл жер сарғыш түс болады. Одан кейін екінші қызыл болады. Қызыл болады. Және үшінші астында жасыл болады. Біздер оны қайдан білдік? Өйткені мән беріп қарайтын болсақ, екі қызыл, екі сары, екі сарғыш, екі сарғыш, екі жасыл, екі қызыл, екі сарғыш, екі қызыл және екі жасыл болуы қажет. Келесі әрі қарай төртінші тапсырма. Фигуралардың қалай орналасқанын түсіндір, соңғы кестені қалай толтыру керек. Бұл жерде қызыл, үш қызыл тігінен орналасқан. Келесі
екінші қатарда астыңғы және екі торкөздегі қызыл дөңгелек орналасқан. Келесі біздерде болу керек. Осы үш торкөздің ішінде қызыл тұруы қажет. Келесі математикалық ребустар сандарды тап. Алдымен біздер бұны білу үшін мына тігінен тұрған қатардағы сандардың қосындысын тауып аламыз. 3-ке 1 қосамыз 4, оған 4 қосамыз 8. Келесі, мына қатарда да 8 болу керек. 3 қосылған 1, 4, 8 болу үшін бұл жерде 4 тұру керек. Тігінен есептегенде де 8 шығады. Келесі, 3 қосылған 1, 4. Бұл қатарда да 4 болу қажет. 1 қосылған 4, 5, 8 болу үшін 3 қосамыз. Қай жағынан алып қарасақ та мәні 8-ге тең болып тұр. Келесі, біздер бұл жерде мәні қандай санға тең екендігін білу үшін мына сандарды бір-біріне қосамыз. 10 қосылған 20, 30, 30 қосылған 40 тең 70-ге. Барлық жағынан да 70 болу қажет. Кәне 20-ға 10 қосамыз 30, оған 40 қосамыз. Келесі 40-ға 10 қосамыз 50, оған 70 болу үшін 20-ны қосамыз. 20 қосылған 40, 60. Бұл жердегі торкөзде 10 болу қажет. 20 қосылған 10, 30. 70 болу үшін 40 санын жазамыз. 10 қосылған 40, 50. Оған 20 қосамыз. 70. Қай жағынан есептеп қарасақ та мәні 70-ге тең. Бүгінгі тізбектер деген тақырып бойынша берілген есептер аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.